Антаева Алина. Мен Мирон негізгі жалпы білім беретін мектебінің 5 сынып оқушысымын. Мен сіздерге Абай атамыздың күз өлеңін оқып беремін. Сұр бұлт сөз оқ қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойғаныма, тоңғаныма, жылқы ойнап бие қашқан, тай жарысқан. Жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Біреу малма сапсыйды салып иін, салбыраңқы тартыпты жыртық киім. Енесіне иіртіп шуда жібін, жас қатындар жыртылған жамай дейін. Қастырына қатарласып қайтса бермен, астында ақ шомшы жүр ол бір керуен. Қай ауылды көрсең деп жабырқаңқы күлкі ойын көрінбейді сейіл серуен. Кемпір шал құржан қағып бала бүрсең, көңілсіз қара суық қырда жүрсең. Кемік сүйек сорпасу тимеген соң, үйде ит жоқ тышқан аулап қайда көрсең. Күзеу тозған оты жоқ елдің маңы, тұман болар жел соқса шаң тозаңы. От жақпаған елінің үйінің сұры қашып, ыстан қорыққан қазақтың құрсын заңы.